Сәуле мен Аманаттың өгей шешенің өкте мінезіне шыдап өмір сүріп келе жатқанына 2 жылдың жүзі болған. Жол апатынан көз жұмған анасының орнын басар деген отағасының алдамшы үміті жылдар жылжыған сайын сөне бастағанын әпкелі-інілі қос бауырдан басқа ешкім сезген жоқ. Аманат, кішкентай бала емессің ғой, сабағын оқы. Сәуле кедергі келтірмеші, сабағын оқып қойған. Сәуле көресің, анам сізге ешкім өзі-ақ сабағын оқызбай алады. Сәл болтысыз қалқаптай берді. Көз болатын қосылайын шайды басқан. Той, әне, ұмытып қалдым ғой. Әкел кітабымды. Бар, Болаттың күн жоқ. Сабағымды оқып болған жүрсің боламын. Жоқ, бар қазір. Ал сен не істеп өтсің? Әкел, сен ойнағанша Болаттың ойнас. Бар, даладағы шаруаны істеңдер. Аманат, әлі істеп атсың ба бұл сұрақ? Ой, оңбаған, тез бол жойш. Сәуле, сен де әлі істеп атсың ба? Тез жу бол. Жақсы оқушылар, үй тапсырмасын кім айтады? Дайын оқушыларымыз бар ма? Ендеше, онда журнал бойынша сұраймын үй тапсырмасын. Сәуле, үйге қандай тапсырма бердің? Айта қойшы. Қалай қандай көресің? Құлағын сіздер. Дайынсыз ба? Неге? Тағы қандай сылтау дайындап бердің? Қашан оқисың үй тапсырмасын? Күнде осылай қайталай бересің ба? Сен бір сылтау даусындайтын болды ғой. Қашан оқисың? Әке, Аманат жоқ. Сабақтан кейін жоғалып кетті. Кірге іздейші. Анашым, мен сізді сағындым ғой. Неге бізді тастап кеттіңіз? Анашым! Аманат, әке, таптыға өтір. Әке, апа! Өзектен тепкен өгей өмірге өз үкімі.